Мам, мен балаларыммен ойнауға кеттім. Қайдағы ойын? Онсыз да күні бойы телефоннан баса алмайсың. Одан да әкең айтқанда отындарды жинасаңшы. Қайдағы отын, мама? Папаның өзін айтшы, істесін. Мен әлі кішкентайым ғой. Тым болмаса әнеңе көңіл бөлсеңші. Нау ма? Тыңдамайды ғой мені. Мама, кеттім мен. Әу, жалықпадыңдар ма? Кеттік оданша басқа ойын табайықшы. Ой, не ойын табасың? Одан да ойнап кірші та. Ойнамаймын. Оданша жүріп қайтайын. Мен бір нәрсені мүлде түсінбеймін. Менің балалық шағым жүгіріп, ойнап күліп емес, телефонға үңілумен өтіп кететін болды ғой. Әлде бәрін дұрыс жасауға болады ма? Ассалаумалейкум, ата. Уалейкум ассалам дәу жігіт. Ата, бұл қай жер? Мен қайдам соны айтыңызшы. Бұл өзіміздің ауыл, қорқпа балам. Мұнда өмірдің мәнін іздеген жиі келіп тұрады. Шаршаған шығарсың. Жүр, шөліңді бас. Кел, отыра ғой. Қымыздан ал. Бауырсақ алып отыр. Үйлеріңіз бірақ мощный екен. Ол не деген сөз? Енді керемет деген ғой. Керемет. Киіз үй тек баспана емес, ол рухани ұя. Ұлттық болмысымыздың бейнесі. Мұндағы әрбір бөліктің өзіндік мағынасы бар. Мысалға, шаңырақ көтеріліп атқанда үнсіздік жарияланады. Үйіміз берекелі болсын деп, ұрыс керіссіз болсын деп, адамдар үнсіз тілек тілейді. Ата, бұндай махаббатпен салынған үйде береке болу міндетті ғой, Әрине. Кәні, аумин дейік. Бір Құдайым қолдасын, оң жолына бастасын. Үйіңді түрлі апаттан, құса қайғыдан сақтасын. Үміт артқан ол қыздар ел сенімін ақтасын. Аумин. Аумин. Есіңде болсын балам. Бата Аллаға деген ризашылықты білдіреді. Батасыз тұрып кету шүкір етпегенмен тең. Жүре ғой, мен саған ауылды көрсетейін. Кеттік.
Мына тауларға қарап көзің тоймайды. Міне осы біздің ауыл. Ана көкеңе барып қол қабысыңды көрсет, сыбағаңды алып қаларсың. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Көмек қажет па? Әрине жақсы болар еді. Болды. Көшіп қону да оңай емес екен, Әрине оңай емес. Жарайсың балақай, саған көп рахмет. Үлкендерге осылай көмек қолын созсаң, кем болмайсың. Және кімге қандай жақсылық жасасаң да, өз алдыңа келері сөзсіз. Қазір. Міне, мынау менің саған деген сыйлығым болсын. Саған көп-көп рахмет. Жақсы. Аман болыңыз. Аман жүр. Кеттік. Мына күшті екен, мына тақия. Тақияң өзіңе жарасып қапты. Үлкендерге көмек беруден шаршама. Үлкендерге көмек қолын созу ол имандылықтың белгісі. Тақияңды өзіңе жарасып қапты. Білгің келсе барып көр. Не істеп жатсыздар? Біз батырларымызға тақия жасап жатырмыз. Келсеңші, жанымызға отыр. Мә, күшті тақия алып жатыр. Ұнап жатыр ма? Сен де өз ойыңды қоссаң болады. Сен де тақияң керемет екен. Шынымен де өз ойым қоссам бола ма? Әрине болады. Не ойың бар? Мысалы, мына тақияға қандай ойы жарасады деп ойлайсың. Есіңде болсын, оюлы тақия өнер мен өнегенің тоғысы. Шебер қол мен жүректің үндестігі. Онда менде бір ой бар. Ата! Оба. Маған мына ауыл көп нәрсені үйретті. Иә, бұл ауылда кереметтер өте көп. Әне, батыр ағаларың да қайтып келе жатыр. Барып қолдарын алып қайт. Кәдімгідей батырлар ма? Иә, батыр. Осы ауылды қорғап жүрген батырларымыз осы. Ассалаумағалейкум ағалар. Уағалейкум ассалам. Ата амансыз ба? Аллаға шүкір аман. Алдарыңда болашақ батыр ауылымызға қонақ болып келген. Жарайсың балақай. Мен Ерсайын батырмын. Қасында Аманбай батыр ағаң. Біз ауыл шетін күзетіп келе жатырмыз. Айтшы, сен аратта қандай батырлар бар? Батыр? Иә, батырлар бар. Жәнібек Әлімханұлы, Трипл G Геннадий Головкин бар. Қазақтың туын көкке көтеріп жүрген спорт жағаларымыз. Қазақты әлемге танытып, туды көкке көтеріп жүрген болса, нағыз батыр екен олар. Батырлық білекте емес, отанға деген махаббаттан туады. Ал, біз жүрейік. Намысты бол балақай. Ата? 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 Ала ғой, мынау енді сенің асығың.
әлемдегі балаларға дала бар, оларға бізден сәлем айт. Асық бұл тәртіп пен тапқырлыққа үйрететін ұлттық мектеп. Рахмет жігіттер, рахмет. Ата, осында кес қой. Мынаны қараңызшы. Ауылдың балалары маған өз асықтарын сыйлады. Жалпы бұл ауылдың адамдары маған өте қатты ұнады. Жайдарлы. Бұл ойынды маған бұрында атам үйреткен. Бұны ешкім білмей ма деп ойласам. Ата, не ойланып тұрсыз? Жаңбыр, бұл Алланың нұры. Демек, сен барлығын түсініп жеттің деген сөз. Дәстүр бұл өткен мен болашақты жалғайтын алтын көпір. Ал ана тіл бұл ұлттың мәңгілік тірегі. Тілін жоғалтқан халық, өзін жоғалтқан халық. Ата, сізге көп рахмет. Кәне, қолыңды жай. Ақылды бол, әділ бол, елің сүйген ер бол. Аумин. Аумин. Yeah. Нағыз батырлық деген өз отанын сүюден, отанға деген махаббаттан басталады. Ел болам десең бесігін түзе деген. Тәртіпті болып жүр жарай ма? Жарайды аға. Ке, тағы не бізі? Балалар, шайдан тұрыңдар шайды. Әкежім, анашым. Сіздерге ауыр сөйлеп қойсам кешіріңіздерші. Мама, папа деп ана тілімнің қадірін түсінбеппін ғой. Істей алмайым, әлі кішкентаймын деп сылтауратыппын ғой жай. Жаным, сол ақылмен сен. Ата-бабаларымыз ақ найзаның ұшымен сақтап қалған отанымыздың болашағы жастардың, сендердің қолдарында. Тарихы терең, рухы биік, әр көшесі шежіреге толы, әр тасы тағылым болған Шымқаланың дамуы, көркеюі сендердің қолдарында. Шымкентіміздің қызыл кілемде жайылған қызғалтақтарының мәңгі гүлдеуі үшін аянбай еңбек етіңдер, ұлым. Балам, біз саған ренжу емеспіз. Қайта сенің осылай жақсы жаққа өзгеріп жатқанына әкең екеуміз қатты қуанып жүрміз. Ініңе де көңіл бөле бастадым. Біз сен үшін қуаныштымыз. Айтпақшы. Батадан алдын тұрып кетпеу керек екенін де түсіндім. Бата бұл біздің Аллаға деген ризашылығымыз. Батаны да жаттап үлгерген боларсың? Иә, әрине. Ал кет. Бір Құдайым оңдасын, оң жолына бастасын. Үйінде түрлі апаттан, құса қайғыдан сақтасын. Үміт артқан ұл қыздар ел сенімін ақтасын. Әмин. Жарайсың, балам. Әке, мен батыр болам деп шештім. Сен онсыз да батырсың, балам. Батыр.
жүрсін жалғастырайық, қызық ойын екен. Жақсы ою екен, ә? Жақсы екен. Кет.